Сіздермен құрметті жолдас студенттер, сабағымыз басталды. Отыра беріңіздер. Сабағымыз бастамас бұрын сабақта кім жоқ, кім бар түгендеп алсақ. Кімсің? Мен осы сабағымды, сабақ беру үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол үнемі жетілдіруді қажет ететін, үнемі жаңалық табатын, өнер деп баға берген Жүсіпбек Аймауытовтың сөзінен бастағым келді. Сіздермен жақсы көңіл-күй сыйлау үшін жақсы бір-бірімізге жылы лебіз сөз айтайық. Сіздерге тілейміз студенттер, сіздерге сәттілік, мейірім, достық, шаттық, адал азамат, зейін, тәртіп, көтеріңкі көңіл-күй, бақыт, бірімді бол дегім келеді. Жаңа сабақ бастамас бұрын топқа біріктіріп алайық. Мен әдісі арқылы топқа біріктіру. Яғни мына жерде көріп тұрған шарда өздеріңіздің әркімдер көздеріңізді танып, артында тұрған топқа бөлініп отыруларыңызды сұраймын. Кезекпен келіп. Шарда тұрған суреттеріңізден әркім өз-өзін табу керек. Келіңдер. Бірінші топ жасыл өсім. Яғни жасыл өсім дегеніміз экология және экономика деген мағынаны білдіреді екен. Екінші топ цифрлық тап, яғни логистика және технология деген мағынаны білдіреді. Үшінші топ смарт экономика. Ол білімді және ғылымды үй тапсырмасын пысықтау мақсатымызда бинго деген әдіс тәсілді пайдаланып, үй тапсырманы қайталап өтуге балалар. Алдыңғы тақырып қандай еді? Әлемдік экономикалық тәжірибе. Уақыт кетті. Экономикалық даму дегеніміз не? Кім айтады екен? Экономикалық даму дегеніміз елдердің экономикалық жағынан дамуы және халықтың жағдайын жақсаруы және экономикалық бағыттың түзелуі. Тексерейік. Яғни елдердің өндіріс қуатының артуы, халықтың өмір сүру деңгейінің жақсаруы және экономикалық құрылыстың өзгеруі. Дұрыс па? Молодец. Келесі. Экономикалық дамуында қандай негізгі модельдер бар? Алдында өттік қой, бірнеше модельдерді атап өткенбіз. Айта алайық. Әлем елдерінің экономикалық дамуында негізгі модельдер бар. Олар экономикалық модель, постиндустриялық және импорттық алмастыру модельдері бар. Яғни индустриялық даму, постиндустриялық даму, экспортқа бағытталған және импортқа алмастыру модельдері екен. Бастамас бұрын сөздер сыры әдісі арқылы сіздер жаңа тақырыпқа байланысты мына термин сөздер берілген. Бұл термин сөздерді анықтай отыра сіздер жаңа сабақты ашпақпыз. Пайда, жоғары қосылған құн, баға дегенді қалай түсінеміз? Осы сөздерге анықтама беріп өтейікші. Құн дегеніміз не? Баға дегеніміз не? Құн. Қалай түсінеміз құнды? Айта ғой. Құн дегеніміз, мысалға бір тауарды жасау немесе оны басқа мемлекеттерден кедендік өткізу кезінде құн деген соған кететін шығын. Ал баға дегеніміз оның сату жолында қойылатын баға. Сату жолындағы не? Дайын ақша. Дайын ақша. Ал енді пайданы қалай түсінесіңдер? Пайда дегеніміз осы заттарды сатудан келетін бізге келетін кірістер мен қызметтерді өндіруге бағытталған бизнес идеяларды ұсыну. Ұсынылған идеялардың экономикалық тиімділігін, ресурстық базасын және нарықтық мүмкіндігін дәлелдеу. Осы экономикалық даму стратегиясының 7 даму нақты стратегиясы берілген, 7 бағыт. 7 бағыт естулерің бар ма? Біріншісі экспортқа бағытталған даму. Яғни оның мағынасы не? Шикізат емес өнім.
экспортын арттыру екен. Екінші, импорт алмастыру, ол ел ішіндегі өндірісті дамыту. Үшіншіден, инновациялық даму, яғни ғылым, цифрландыру, технологияны енгізу екен. Төртінші, ол аймақтық интеграция, яғни ортақ нарық пен сауда байланысын кеңейту керек екен. Көлік логистикалық хаб, яғни транзиттік әлеуетті пайдалану. Алтыншы, инвестиция тарату, шетелдік капиталды ол көбейту болып саналады. Жасыл экономика, яғни не бұл жасыл экономика? Экологиялық тұрақтылықты дамыту. Назарларыңызды. Бүгінгі сабақтың тақырыбы геоэкономикалық даму стратегиясы. Геоэкономика мемлекеттің географ табиғи ресурстарын және экономикалық мүмкіндіктерін тиімді пайдалану бағыты. Геоэкономикалық даму стратегиясы елдің әлемдік экономикадағы орнын анықтап, ұлттық мүддені қорғауға бағытталады. Қазақстан Еуропа мен Азияны байланыстыратын маңызды транзиттік энергетика. Бұл кластерлер әртүрлі арнайы экономикалық аймақтар мен индустриялық аймақтарда дамып келеді. Мысалы, ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі Сарыарқа, Тараз, Павлодар. Бурабай, оңтүстік арнайы экономикалық аймақтары белгілі бір кластерлік бағыттарға маманданған. Олар аймақтық ресурстарды тиімді пайдалануға және жаңа жұмыс орындарын құруға ықпал етеді. Кластерлердің құрылымында кластер ядросы, оған қызмет көрсететін кәсіпорындар, инфрақұрылым, білім беру ұйымдары басқару біріктірген. Бұл жүйе инновацияның тез таралуына және өндірістің тиімділігін арттыруға жағдай жасайды. Кластерлік модельдердің бірнеше түрі бар. Оларға өндірістік, туристік, инновациялық, көлік логистикалық, агроөнеркәсіптік, медициналық және аралас кластерлер жатады. Әр модель аймақтың ерекшелігі мен экономикалық әлеуетіне сәйкес қалыптасады. Кластерлердің басты артықшылықтары шоғырлану, кооперация, бәсекелестік қабілет және инновация. Бұл факторлар аймақтық экономиканың тұрақты дамуына және елдің әлемдік нарықтағы орнын нығайтуға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, Қазақстанның кластерлік бастамалары ел экономикасын әртараптандыруға, жоғары қосылған құнды өнім өндіруге және инновациялық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған маңызды стратегиялық бағыт болып табылады. Даму бәсекеге қабілеттілік жаңа форматы. Яғни кластердің түсінігі, кластер дегеніміз не екен? Кластер географиялық жақын орналасқан, өзара байланысқан компаниялар, жабдықтаушылар, білім беру мемлекеттерінің жүйесі, ол бәсекеге қабілеттілікті арттырып, инновация мен өнімділікті тездетеді. Тарихи кезеңдері. Қазақстанда кластерлік саясат, яғни 2005 жылдан бастап металлургия, мұнай, газ, тамақ өнеркәсібі және туризм бойынша пилоттық жобалар жүзеге асырылды. 2013 жылы ұлттық кластерлерді қалыптастыру тұжырымдамасы бекітілген екен. Яғни 2005 жылы басталып, 2013 жылы уже бекітілген, қалыптастырып бекітілген екен. Саясат және мақсаттар. Үкіметтің тұжырымдамасы инновациялық дамуды, индустрияландыруды және халықаралық бәсекеге қабілетті өнім шығаруды қолдайды. Тұтас тетіктер арқылы кластерлер технологиялық трансфер мен кадр дайындаудың қамтамасыз етеді. 5 минут уақыт жетер. Одан кейін бір-екеуіңізден сұрайын. Көрсетесіз. Келесі Тараз химиялық паркі. Төртінші кім жауап береді? Тараз химиялық паркі Жамбыл облысы. Жамбыл облысы, жақсы. Бесінші Павлодар. Павлодар облысы. Павлодар облысы. Келесі Қорғас шығыс қақпасы, арт жақтағы Жетісу. шуламайын жеке-жеке. Ана теріс қарап отырған. Әсенің қасында қойма. Келе ғой жарым. Жетісу. Қорғас шығыс қақпасы 6-шы. Қайсымен сәйкесінен бір? Жетісу облысы. Жақсы, молодец.
Қаратам, екі адамға біреуде. Біреуіңіз мысалы жетісу өңірін алсаңыздар, біреуіңіз шығыс өңірдікін салыстырасыздар. Біреу басына, біреу үстіне жаздық. Екі-екіден жұмыс жасаймыз. Қазір екеуден орта отырасыңдар. Мына жақта бір пар жетті. Кел оғы, мына жақта бір отырасың. Кел, Жеңіс, кіммен отырасыңдар? Екең ғой. Сен екең, Жеңісің жақта тұрасың, қарайсың? Жеңісің. Мұның басында, сен оған басында. Пар болсын. Жұптасып жұмыс жасайды. Әр өңір қайталанбасын. Бір-біріне қайталанбасын. Кез келген біреуіне сосын сұрайтын, түсіндіріп бересіңдер қайтып. Жарай ма? Жаңа қалай, ә? Сарыарқа орналасқан өңірі Қарағанды облысы, негізгі мамандығы машина жасау, ал дамытылатын салалар қара металлургия және металл өндіру. Экономикалық маңызы отандық шикізатты өңдеп дайын экспорттық өнім шығару. Ал екіншісі Ақтау теңіз порты, орналасқан өңірі Маңғыстау облысы, негізгі мамандығы логистика және өндіріс, дамытылатын салалары мұнай жабдықтарын шығару және кеме жасау және химия өнеркәсібі. Экономикалық маңызы мұнайды басқа елдерге, яғни нарыққа шығару. Арнайы экономикалық аймақтың атауы бізде ұлттық индустриялық мұнай химиясы технопаркі. Орналасқан өңірі Атырау облысы, негізгі мамандығы мұнай химия өндірісі. Дамытылатын салалар полиэтилен, газды терең өңдеу. Экономикалық маңызы шикізатты емес, экспортты дамыту. Қасымен салыстырыңдар ма? Оның Қарғыс. Біз екінші Қарғыс. Қарғыс шығыс Қарғыс ол Жетісу облысында орналасқан. Негізгі мамандардың логистика және саудамен айналысады. Дамытылатын салалары көлік логистикалық қызметтері дамыту, экологиялық маңызы Қытай мен сауданы арттырамыз. Жақсы, келесі. Айтасыздар. Өңіріміз ол Ақтау теңіз порты, ол орналасқан жер Маңғыстау облысында орналасқан. Ол жерде негізгі мамандану логистика саласы, яғни Турция және Әзербайжан елдеріне жақын болғандықтан теңіз арқылы келген заттар әкелінеді ол жерге. Ал ол жерде дамытылып жатқан салалар, ол жерде мұнай газ сияқты пайдалы заттар шыққандықтан ол жерде мұнай газ өңдейтін құрылғылар ойлап табу және де теңіз болғандықтан кеме шығару. Ал ол жердің экономикалық маңызы транзиттік әлеуеттікті арттыру және Каспий теңізі арқылы экспортты жақсартып логистика саласын оған әрмен дамыту. Топтық жұмыс. Студенттер данышпандық арқылы зертте, талда, дәлелде топтық жұмыс орындаймыз. Бастаңдар! Бірінші топқа атом электр станциясының Қазақстанның геоэкономикалық дамуына әсерін талдаңдар. Екінші топ өздерің тұратын аймақтағы қосылған құны жоғары тауарлар өндірісін тежейтін кедергілер мен қиындықтар атады. Үшінші топтағы қазақстандық бастамалар мен әкімшіліктің бизнесті қолдау саясатының өзара байланысы мен тиімділігін түсіндіріңіздер. Бизнесті қолдау саясаты өзара байланыс және тиімділікті қалай түсіндіресіңдер? Сендерге қағаздарын таратам. Топпен жұмыс жасаймыз. Если снимай газет, Өздеріңіз қағанда білімді екендерін қандай білім екеніміз көрсетеді. ауқымды болсын, түсіндіргенде. Ана қоршайсың. Қорғасың, шалқаттарын қорғайсың. Қиындықтармен кетеді. басқа формасы жоқ па? Ана бұны атасаш.
жетісу облысына алған болатынбыз. Ол жерде қандай қиындықтар бар? Қаржыландыру қиындықтары, яғни инвестиция мен несиелерге қол жеткізу шектеулі, және де инвестиция мәселесі жаңағы кейбір аумақтарда су, газ секілді жаңағы керек жаңағы өндіріске керек нәрселердің болмауы. Және бұл жерде технологиялық артта қалысу, яғни бізде әлі де ескі технологияны қолданады. Және ол технология энергияны көбейтеді, және оларды тиімділік. Жаңа технологияның жоқтығы, иә? Ал сен айттың яшап жаңағы су, газ жетіспеу деген, иә? Және шикізат. Сендер екінші топсыңдар ма? Бірінші топ. Бірінші топ сіздің тапсырмаларыңыз қандай? Қазақстанның экономикасының дамуына әсері. Жақсы. Біріншісі ол энергетикалық тәуелсіздік пен тұрақтылықты азайту, талдалып Қазақстанның оңтүстік аймақтарында энергия тапшылығы азаюын жою, оның әсері көршілес елдерден энергияны аз алуға және ішкі нарықтық энергияны көбейтуге әсер етеді. Жақсы. Екіншісі бізде ол көмірқышқыл газының бөлінуін азайту, яғни көмірқышқыл газ бөлінетін болса ауа ластанады. Яғни қазіргі таңда АЭС-тің жоқтығынан көптеген сұйық отындармен немесе көмірмен жылытылатын мекемелер бар. Олардан шыққан түтіндер ауаны ластап жатыр. Ал егер АЭС салынатын болса, болашақта бөлінетін көміртегі салығынан құтылуымыз мүмкін. Көміртегі салығынан құтылуы мүмкін, яғни көміртегі салығы дегеніміз ол болашақта көптеген зиянды түтіндер шығарып ауаны ластайтын қалаларға салық төлейді. Яғни сол салықтан құтылудың арқасында Қазақстанды болашақта геоэкономика саласында көптеген үлкен мықты қауқарлы мемлекеттермен бәсекелестер қатарына қосу. Өте жақсы. Үшіншісі бізде уран өнеркәсібі, яғни уран шикізатын тиімді пайдалану. Қазақстан әлем бойынша уран шикізатын бірінші ең көп шығаратын болғандықтан, оны біз шетелге сата бергеннің орнына өз елімізде жоғарғы деңгейді технологиялар арқылы қолданасақ, біз өзіміздің геоэкономикамызға әсер ете аламыз. Технология және ғылыми әлеует бұл ядролық, физикалық және жоғары технологиялық салаларды, кадрларды дайындайды. Қазақстанның шикізаттық бағыттан және инновациялық бағытқа өтуі. Уранды өңдеуші елден сол қайта уранды өңдеп, соны пайдаланатын жоғары технологиялық мемлекетке айналу. Өте жақсы. Келесі. Біздің Қазақстан бастамалары мен әкімшіліктің бизнесті қолдау саясаты. Бұл жерде металлургия және өнеркәсіп. Металлургия және өнеркәсіп инвестициялар мен жергілікті қолдау арқылы өнеркәсіптің көлемінің ұлғаюы. Өндіріс пен өңдеу салалары олар өндірісті қолдау арқылы жұмыстардың пайда болуы және сол арқылы көптеген өндірістерді өндіру салалары. Осыны толықтыра кетсек, осы жаңа жұмыстардың ашылғаны және оның өндіру саласını жаңа деңгейге көтеріледі. Туризм мен жеңіл өнеркәсіп әкімшілік пен бизнес бастамаларына қолдауы экономикалық өсімді қамтамасыз етуі Логистика және транспорт. Логистика және транспорт инфрақұрылымды дамыту арқылы өнімді тез жылдам жеткізу мүмкіндігін артады. Тез бастамасаңыздар уақыт кетіп қалады. 11 адам. Я өте қызықты болды дейді. Қай тапсырма ең қиын болды сіздерге? Ойланып отырсыздар. Топтық жұмыс па, жеке жұмыс па, қорытындылау ма, жұптық жұмыс па?
Тезірек бере беріңіздер, көне аласыздар. Яғни 9 адам топтық жұмыс қиналыпты, 5 адам жеке жұмыс, 1 адам жұптық жұмыстан қиналыпты. Жақсы. Өз жұмысыңды қалай бағалайсың? Яғни өздеріңіз жауап берген сұрақтарыңызды қалай бағалайсыздар? Маған бәрі ұнады, мен бәрін түсіндім, мен түсінбедім, мен жартылай түсіндім. Өз жауап берген сөздеріңізге қарай баға беріңіздер. Не жаздыңыз? Қысқаша тез айтып өтсеңіз. Маған сабақ өте ұнады. Рахмет апай. Жақсы. Маған сабақ қызықты. Рахмет. Қандай? Сабақ түсінікті форматта өтті. Түсінікті форматта өтті. Қызық өтті ме жұмыс? Жақсы. Маған сабақ өте қызықты өтті. Мен көптеген жаңалықтар аламын. Жақсы, рахмет. Отыра беріңіз. Келесі. Мен бәрін түсіндім, осы сабақ маған ұнады. Келесі сабақта қызықтарды көмек беремін. Жақсы. Маған сабақ өте ұнады. Бәрі қызықты. Жақсы, отырған. Маған барлық сабақ ұнады, әсіресе топтық жұмыс. Топтық жұмыс ұнады ма? Темірлан. Жақсы. Келесі жолы топтық жұмыстар жасаймыз, Темірлан. Маған сабақ қатты ұнады, мен еліміз туралы қызықты деректер бердім. Еліміз туралы қызықты деректер бердің, е? Жақсы. Осы сабақ өте күшті болды. Мен осы елдің қалай бай болатынын неге факторларын Білдің ба? Қалай баюға болатын жолын? Молодец, отыра. Сабақ өте қысқа форматта өтті, маған ұнады. Мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім. Жақсы. Маған бұл түсінікті болды. Бүгінгі сабаққа жақсы қатыстым деп ойлаймын. Сабақ қызықты Молодец. өтті. Жақсы. Маған сабақ өте ұнады. Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады және осы сабақтың арқасында арнайы экономикалық аймақтардың маңызы мен және көптеген мәліметтер алдым. Ой, жақсы. Рахмет. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады, барлық қызықты болды, мен бәрін түсіндім. Жақсы. Маған сабақ өте ұнады. АЭС-тің Қазақстан геоэкономикалық дамуына әсерін түсіндім. Жақсы. Рахмет. Отыра ғой. Барлықтарыңыз пікірлеріңізді, ойларыңызды жазып өттіңіздер, да? Рахмет. Кері байланыстарыңызға.